Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді және де өте жеңіл, оңай жасалынатын тауық етінен котлет жасайтын боламыз. Бізге керегі пияз, картоп. Пиязымызды майдалап турап, картопты теркадан өткізуге де болады. Менде осылай майдалап алдым барлығын. Тауықтың төс етінің фаршы, майдаланған заттарымызды салып, тұз, бұрыш, бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде әбден араластырамыз біркелкі болу үшін. Ал енді жақсылап формаға келтіріп, екі бетіне ұнмен аунап, ұн немесе панировочный сухарий, қызып тұрған майда, орташа отта екі жағын қызартырып аламыз. Ал енді таза ыдысымызға котлеттерімізді теріп шығамыз. Аздап қана қайнаған су құямыз, 1-2 ас қасық шамасында. Бетін жауып, жай отқа 10-15 минутқа қалдырамыз, таза пісу үшін. Котлеттеріміз дайын болды. Гарнирге пюре, макарон, күріш жасауыңызға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Умида.